сәлеметсіздер ме? Мен Саламат Мұқашев атындағы Атырау политехникалық жоғары колледжінің арнайы пән оқытушысы Кабдешева Гаухар Асхатовна. Бүгінгі бейне сабағымыз мұнай және газ кен орындарын пайдалану, мұнай және газ өнеркәсібі жабдықтарына техникалық қызмет көрсету және жөндеу мамандықтарына арналған. Сабақтың тақырыбы штангылы тербелмелі терең сорапты қондырғы. Сабақтың мақсаты штангылы тербелмелі терең сорапты қондырғының қызметі, қолданылу ауданы, құрылысы, жұмыс принципімен танысу, студенттердің өздігінен ізденуіне, жауапкершілікті сезінуіне тәрбиелеу, есте сақтау қабілеттерін, қашықтықтан оқыту технологияларын қолдану деңгейлерін дамыту болып табылады. Бүгінгі сабағымызда тербелмелі қондырғының жұмысымен толықтай танысатын боламыз. Мұнай өндірудің механикалық тәсілдерінің ең бір негізгісі скважиналарды тереңдік сораппен пайдалану тәсілі болып табылады. Штангалық сораптардың көмегімен мұнай өндіру мұнайды жасанды көтерудің ең көп таралған әдісі. Бұл олардың қарапайымдылығымен, тиімділігімен және сенімділігімен ерекшеленеді. Жұмыс істеп тұрған өндіруші скважиналар қорының кемінде 3/2-сі штангылы терең сорапты қондырғылармен пайдаланылады. Бұл қондырғының мұнай өндірудің басқа механикаландырылған әдістеріне қарағанда келесі артықшылықтарға ие. Жоғары пайдалы әсер коэффициентіне ие, жөндеу тікелей кәсіпшілікте жүргізілуі, бастапқы қозғалтқыштар әртүрлі жетектерді қолдануға болады. Сонымен қатар бұл қондырғыларда күрделі пайдалану жағдайларында жұмыс жасауға болады. Яғни құм көрсететін скважиналарда, өндірілетін мұнайда парафин болған кезде, жоғарғы газ факторы кезінде, коррозиялық сұйықтықты сорып алу кезінде қолданылады. Сонымен қатар бұл жабдықтың кемшіліктері де кездеседі. Яғни сораптың түсіру тереңдігі бойынша шектеу, неғұрлым скважина терең болса, штангылардың үзілу ықтималдығы соғұрлым жоғары болады. Сораптың берілісі төмен, сонымен қатар көлбеу және көлденең скважиналарда, қатты қисайған тік скважиналарда қолдануға болмайды. Қабаттан мұнайды өндіру үшін қабатқа көптеген энергия жұмсалады. Фонтандық әдіс кезінде бұл энергияны өнімді қабат береді. Яғни қабат қалыңдығы тереңде жер астында мұнай жатқан қабатта болады. Ал егер бұл энергия жоқ болса, не істейміз? Соған жауап берейік. Өндірістің негізгі мақсаты үздіксіз өнім алу болып табылады. Бұл жағдайда өнеркәсіпте сораптар қолданылады. Яғни штангылы терең сорапты тербелмелі қондырғылар. Ендеше бұл қондырғының жұмысына толығырақ тоқталайық. Заманауи өнеркәсіпте мұнай өндірудің көп таралған әдісі осы тербелмелі қондырғы болып табылады. Яғни ол жабдықтың толықтай аталуы штангылы тереңдік сорапты қондырғы, немесе ШГНУ, ШТСК деп аталады. Бұл механизмнің құрылысы қарапайым болып келеді және екі негізгі бөліктен тұрады. Жер үсті жабдығы тербелмелі қондырғының өзінен, яғни сораптың жетегінен жер бетінде көріп тұрған бөлігін айтамыз, және жер асты бөлігі скважинаның ішінде орналасқан, яғни өте тереңде жер астында орналасқан. Бұл жабдықтарға штангылар, сорапты компрессор құбырлар, скважиналық батырмалы сораптар жатады. Енді бұл ерекше механизмнің әрбір бөлшегін толықтай қарастырайық. Штангылы сораптың негізгі жер үсті бөлігінен бастаймыз. Бұл жерде электр қозғалтқыштың жұмысы арқылы жүзеге асады. Яғни мұнайды өндіретін сораптың жетегі болып табылады. Ол жердің бетінде үлкен бетонды плитада орналасқан және үздіксіз жоғары төмен қозғалып жұмыс істеп тұрады. Кривошипті шатунды механизм принципі бойынша жұмыс істейді. Бұл автокөліктің іштен жану қозғалтқышының жұмыс тәрізді әрқайсымызға таныс. Электр қозғалтқыш айналмалы қозғалысты редуктор арқылы ременді беріліске береді. Ол кривошипке береді, ал бұл ілгері кейінді қозғалысты шатунға және траверсаға береді. Нәтижесінде біз балансердің жоғары төмен тербелмелі қозғалысын аламыз.
Осылай сораптың жер асты элементтерінің көтеріліп түсуі жүзеге асырылады. Фонтандық әдістегідей скважина сағасына скважиналық арматура жабдықталады. Енді өнімді қабаттың ең төменгі түбіне түсіп, штангылы терең сорапты қондырғының жер асты жабдықтарымен танысамыз. Жер астында тереңде жердің бетінен 500 метрден 3500 метрге дейін скважина ішінде тербелмелі қондырғының екінші бөлігі орналасады. Яғни бұл штангылы қондырғы. Бұл көптеген сораптық компрессорлық құбырлар, штангалар, штангылы сораптар қатарымен жалғанып біріккен құрама конструкцияны құрайды. Сорапты компрессорлық құбыр біріккен конструкция жиналып скважина сағасына бекітіледі. Ал штангілер бір-біріне жалғанып, жоғарғы бөлігіне тербелмелі қондырғының қанатты ілгіші жалғанып, СКХ-ның ішіне орналастырылады. Штангылар тізбегі ең шетінде плунжерлі сораппен аяқталады. Бұл сораптың жұмыс принципіне аса назар аударылу қажет. Сораптың барлық жұмысы екі қайталанатын іс-әрекетке негізделген. Оның біріншісі, плунжер жоғары жүргенде цилиндрдің клапанаралық кеңістігі ұлғаяды. Бұның әсерінен сору клапаны ашылады. Шарик седлосынан көтеріліп, цилиндр мұнайға толады. Бұл кезде айдау клапаны жабық болады. Екінші әдісі, әрі қарай плунжер төменге түседі. Клапандар арасында мұнай сығылады, айдау клапаны ашылады, сору клапаны жабық тұрған кезде цилиндрдегі мұнай плунжер үстіндегі аймаққа енеді. Әрі қарай осы цикл қайталанып отырады. Плунжердің жоғары төмен кезең-кезеңмен қозғалысы қабат мұнайын қысқа импульспен скважина сағасына айдауды қамтамасыз етіп отырады. Қазіргі уақытта тербелмелі қондырғыдан бөлек басқа да сорап түрлері кең қолданыс табуда. Мұнай өндірудің батырмалы электрлі ортадан тепкіш сорап түрі жоғары тиімділікті көрсетіп отыр. Яғни қазіргі уақытта механикалық әдістің дамыған түрі болып табылады. Ендеше ары қарай Padlet тақтамызда тербелмелі қондырғының жер үсті және жер асты жабдықтарының жіктелуіне тоқталайық. Яғни бұл жерде тербелмелі қондырғының 27 құрылысы көрсетілген. Жер үсті жабдықтары саға жабдығынан бастап барлық сораптық жетектері көрсетілген. Яғни жер үсті жабдығының 20 бөлігі көрсетілген. Сонымен қатар жер асты жабдықтары, яғни плунжерлі сораптың толықтай құрылысы, сорапты компрессорлық құбырымыз, штанга, сорап цилиндр, плунжер және сору айдау клапандармен жіктелген. Тербелмелі қондырғылардың көптеген маркалары дайындалып шығарылады. Солардың түрлеріне тоқталайық. Яғни бұл жерде көрсетілген тербелмелі қондырғының бірнеше маркалары СКД3, СКД6, СКД8, СКД10, 12 деген көптеген түрлерге бөлінеді. Яғни бұл сағалық штокқа түсетін күшке, балансирдің минутына теңселу санына, сағалық штоктың жүру ұзындығына, қозғалтқыштың қуатына, редуктордың белгісі санына, оны қондырғының өлшемдеріне, сонымен қарай салмағына байланысты әр түрлерге жіктеледі. Келесі кестеден көрсеңіздер болады. Сонымен біз бүгінгі бейне сабағымызда штангылы тербелмелі терең сорапты қондырғының қызметі, қолдану ауданы, құрылысымен және жұмыс принципімен таныстық. Яғни бұл қондырғы мұнай өндірудегі механикалық тәсілдердің ең көп қолданылған түрі. Сонымен қатар мұнай өндіру кен орнында 90% скважиналар осы қондырғымен мұнай өндіруде. Бүгінгі бейне сабақта қолданылған әдебиеттер, сонымен қатар интернет желісінде сілтемелер берілген. Сабағымыз аяқталды. Сау болыңыздар.